Армысыздар, Түгел Лайф YouTube арнасының көрермендері. Бүгін кезекті подкастты жазып жатырмыз. Ұлттық спорт туралы әңгіме айтатын боламыз. Қонағымыз кеше ғана аяқталған Бабалар ізімен ұлттық спорт лигасының ұйымдастырушысы, идея авторы Орынбасар Ғилымов. Қош келдіңіз, Өреке. Шыны керек, осы Бабалар ізі наурызда басталды ғой. Басталарда түсіреміз дедік, одан ортасында түсіреміз дедік. Айналып келгенде аяқталғаннан кейін қолға алып жатырмыз. Енді Оралда екінші рет өтіп жатыр. Бірақ оған дейін де болғанын білеміз. Қалай пайда болды, қай жерде пайда болды, кімнің ұсынысы, әлде өзіңіздің жеке жобаңыз болды ма? Соны айтып жіберсеңіз бастап. Қайырлы күн. Енді біріншіден рахмет айтамын. Осындай подкастқа шақырып отқаныңызға, бізді де спорт маманы деп ескеріп, ұлттық спортқа да көңіл бөліп, арнайы бір түсірімді бізге арнап отқаныңызға үлкен рахмет. Енді жаңағы сұрағыңызға келетін болсақ, Бабалар ізімен атты облыстық лига алғашқы рет сол 2024 жылы, яғни былтыр ашық қалалық турнир етіп ұйымдастырып жүрдік. Енді алғашқыда оны арғы несіне баратын болсақ, көкпардан бастаған болатынбыз. Содан бірте-бірте спорт түрлерін қостық. Былтыр енді ауқымды ретінде 7 спорт түріне қамтыдық. Қалалық ол спорттарда жаңағы дзюдо күресі сияқты олимпиадалық спорт түрлерінде қостық. Енді биылғы жылы осы жоспарымызда болды. Жылдық сол спорт бөлімінің Орал қалалық спорт бөлімі басшысы Армат Амангелдіұлы, сол бәріміз ақылдасып отырып, сосын жаңағы бұның ауқымын үлкейтейік деген мақсатпен, как раз сол уақытта жаңадан облыстық спорт басқармасына Бақдәулет Маратұлы келіп жатты. Енді ол кісі де ұлттық спорттан алыс емес, өйткені осы кезге дейін де өздерің білесіздер, ұлттық спортты басқарды. Қазір уақытта қауымдастықтың вице-президенті республикалық. Сол кісіге кіріп осы ұсынысымызды айтқан болатынбыз. Өйткені біздер қалалық жарыс ұйымдастырсақ, көбіне аудандарда командаға қиындық туғызады, іс-сапар шығындары дегендей. Енді оларда да қаражат тапшы, жарыстарға таңдап барады, қалалық турнирге көп келе бермейді. Өйткені облыс спорттың қолы болу керек, ол жерде облыс әкімдігінің қолы болу керек деген сияқты бекітілген ережеге. Соған байланысты біздер ұсыныс тастадық, сіз қолдау сұрадық, осындай облыстық етіп. Бақдәулет Маратұлы қолдады. Ол кісі осы нені үлкейтейік, ауқымды өткізейік деген сияқты осы жоба ұнап, атауы да керемет екен деген өзінің ұсынысын айтты. Сондықтан да облыс әкімінің орынбасары бар, қала әкімдігінің келісімімен осы облыстық спорт басқармасы бекітті осы ережені. Жалпы сол тағы да спорт түрлерін қостық. Биыл 10 спорт түріне жеткізіп отырмыз. Енді ол спорт түріне сол кірген бойда өзіміздің де жоспарымызды айттық, семинар өткізейік. Өйткені көп жерде жарыс кезінде бізде енді өзіміз жүргесін жарыста төрешілік жағы өте ақсап тұр. Қиындықтар, дау-дамай көп туғызады. Ұлттық спорт түрлеріне төрешілігінің тапшылығын байқаймыз көбіне. Осы мақсатта да біз ұсыныс айтқан болатынбыз. Төрешілік семинарын олмен Армат Амангелдіұлы ақылдасып айтты. Жалпы ұлттық спорттың бәрін қамтып бір семинар өткізейік, үлкен ауқымды деп. Одан өзіңіз спорт маманы Әскербек Бақытжанұлы Нұрмұханов сол азаматты да шақырып сөйлестіп, ол кісі де енді құжат жағынан көмектесейін. Қалай спорт төрешісі деген атақ бар, ұлттық дәрежедегі төреші, тағы да спорт шеберіне үміткер, сондай лауазымдарға категория алу үшін қандай құжаттар керек, соны ойынша бір әдістемелік семинар өткізейік, сертификат берейік, арнайы деген ұсыныстар айтты. Сол ойдан ой туып, сол Бақдәулет Маратұлына айтылдық, осы ұсынысымызды ол кісі құп алып, семинарды республикадан кісілер, мамандар шақырайық арнайы. Осы республикалық деңгейде өткізейік деген біздің жоспарымыз одан сайын жетілдіре түсті.
Одан әр федерацияның басшыларын, ұлттық спорт қадақ күресі бар, асық атуымыз бар, тоғызқұмалақ барлық федерациялар жинап, сол жерде бір кеңейтілген отырыс жасап, жаңағы өзіміздің ұйымдастыру комитеті болды. Сол кезде тапсырма беріліп, әр федерация облыстық республикадан жаңағы түрлі санатты төрешілерді шақырып, біліктілігін арттыру бағытында өткіздік. Енді ол сол наурыз айында жаңағы басталардан бір-екі күн бұрын семинар болды ғой. Семинарды, сол ақпан айларында ақылдасып, сол жаңағы алда келе жатқан наурызнама бар, 10 күндік велесізден, соның 20-сы күні ұлттық спорт күні, оған да бір үлкен шара өткізу керек болды. Сол осы жаңағы бабалар ізімен лиганы сол несіне қарсаңына қойдық та, 20-сы күнге. Содан 2 күн бұрын өзіңіз болдыңыз ғой, семинар өткіздік Атамекен өнер ортасында. Ол жерден барлық спорт түрлерінен республикадан мамандар келді. 2 күн, бірінші күні жаңағы теориялық, екінші күні практикалық семинар өткізіп, болғаннан кейін әр спорт түрлері өздері сертификаттар ұсынды. Енді осы кезге дейін семинарлар өтіп жүр, бірақ республикадан келген мамандардың өздері таңғалды. Семинарға қатысушылардың саны өте көп болды. Бір спорт түрінен 50-60 төреші келіп қатысып, аудандардан көптеп келіп, спорт төрешіне арнайы оқытылды деген сертификаттарға ие болды. Одан кейін өзіңіз білесіз, 20-сы күні бастадық. Орал спорт клубында ашылуын салтанатты түрде бастадық. Ұлттық спорт күніне арнап. Сол жерде басталды, енді бұл жерде 20-сы күні басталды. Ұлттық спорт күні басталды, ашылуы өте керемет болды. Енді осыған дейін 7 спорт түріне өтті деп отырсыз. Сосын кез келген адам бақылап жүрген жоқ, шыны керек. Результаттарын, нәтижелерін оқып отқан бар біреулер. Десе де сол кісілерге бір толықтырып айтып жіберсек, қандай спорт түрлерінен өтті, жалпы мына бабалар ізімен осы лигасы қанша спортшыны қамтыды, барлық аудандардан болды ма, солардан бір түрді өтсеңіз. Енді жалпы осы кезге дейін өтті, бірақ биыл бабалар ізімен атау беріп арнайы облыстық деңгейде өткесін көпшіліктің назарын аударды. Республикалық басылымдарға дейін қызығушылық танытып сұрақтар қойып жатқан кездер болды. Енді 10 спорт түрі деп отырық қой. Алып айтатын болсақ, енді асық ату спорты бізде енді облыста, енді республикада қарқындамамен облыстық деңгейде жақсы өздері мамандары бар, жұмыс жасап отырған спорт түрі, ұлттық спорт түріміздің тарихы да көп емес, енді өздерің білесіздер. Сол 13 команда қатысты оған. Асық атуда 13 команда. Барлық аудан ғой. Барлық аудан бар, қаламыз бар, барлығы қамтылды, жақсы болды. Енді Ақжайық ауданы сол барлық қарсыластарын жеңімпаз атанды. Одан кейін Ізінала Шыңғырлы ауданымен және Теректі аудандары жүлдеге ілікті. Әр апта сайын олар сенбі, жексенбі сайын ойнады. Жақсы ойын, қызықты болды, эмоцияға толы. Сондай жақсы ойындар болды. Енді бұл жерде біздің бір мақсатымыз, басты мақсатымыз, мысалы спортшы барамыз, әсіресе ересектер, жарысқа барамыз, болғаннан кейін, жарыстан кейін сол өзінің күйбең тірлікпен жаңағы жаттығулар қалып қояды деген сияқты. Бұл жерде енді бір ай бойы өтетін болғандықтан бірінші апта ойнаса, екінші аптаға уже автоматически дайындықтарын бастайды. Келесіде жақсы жетістіктерге жетеміз деген сияқты. Сол мына бір айдың ішінде өздерінің спорттық қалыптарын ұстап тұруға да бір жақсы себеп болды. Бастап жақсы ойнап жатқан командалар уже лиганың соңында өте керемет нәтижелер көрсетіп жатқанын көрдік. Енді жалпы 500-ге адам қамтылды осы спорт түрлері бойынша. Одан бөлек жамбы, теңгелеу спорт түрлерін, олардан енді шыны керек қазір командалар аз. Жамбы, теңгелеуге бір жағынан командалар қызығушылық тек қана осы қалалық Ақжайық ауданы бар. Сосын біздің ұлттық спорт мектебіміз бар. Қалада біздің Нұрер спорт кешенінде қатысатын Орал спорт клубының оқушылары соларға бар қатысты.
көп енді ұлттық спорт, ат спортына келгенде шыны керек көкпарға көбі басымдық береді. Көкпар спортына қалады да, мына теңге илеу, жамбы ату спортлар соның көлеңкесіне көбіне қалып қойып жатады. Дегенмен де енді біздің өздеріңіз білесіз ғой, Бекнұр Серіков бар, теңге илеу спорты былай жекелей жақсы дамып жатыр. Енді былай жаңа бұқаралық деңгейде дамып жатыр деп айта алмаймыз. Асық ату, жамбы ату жаңа кішкене теңге илеу, жамбы атуда кісілер болмады. Теңге илеуде көп команда болған жоқ. Жамбы атуда да солай. Сосын асық ату спортын неше түрлі жарыстарын көріп жүргенде жерге скотч жабыстырып қойып ойнайтын едік. Осы биыл жағдай түзелді ғой. Жалпы енді республикада сондай жағдай болды. Жаңағы асық арнайы сызық жоқ, арнайы жаңағы кілемше жоқ. Бірақ дегенмен биыл осы жақын арада сондай ойлап табылды. Арнайы кілемдер, өзінің сызығы бар, өзінің шеңбері бар арнайы. Енді қазір біздің облысымызда жаңадан келіп жатыр. Лига кезінде біздер болған жоқ. Сол осы наурыз айларынан бастап қолданысқа берілген көріп жүрік әлеуметтік желілерден. Астана қаласында өткен үлкен жарыстарда. Енді сол қазір арнайы біздің облысқа да жетіп жатыр. Біздің Орал спорт клубына арнайы қазір уақытта 4-еуін алып жатырмыз. Тасқала ауданынан көрген сияқты, осы бір 3-4 ауданда облыс спорт бар, о басқарма солар қазір алып, сол асық атудың арнайы кілемдерге ойнап жатыр. Енді мамандардың айтуынша бір жағынан ол ана кішкене жүні бар, асық тигенде шеңберден ыршып шығу керек қой. Сол кішкене ұшпай жатыр деген сол несілері бар. Енді жалпы енді ұлттық спортта осындай әлі жетілу үстіндеміз ғой. Көкпардан да әлі күнге дейін мысалы мына серкені алмастыратын муляж ойлап табылған жоқ. Табылып жатыр, бірақ ол келмейді деп жатыр. Келмей жатыр. Жарақатқа байланысты. Мына қанша дегенмен серкені алатауым серке тартқан, өйткені серке ең бір терісі мықты, жыртылмайды. Көпке шыдайтын болған, суға салған сайын қатайып, мысалы қойдың терісімен істесең, олар бір тартқан жыртылып қалады. Серкенің терісі көпке дейін шыдайды. Сосын жаңа тақымға басқан кезде де ол кішкене не бар да, жұмсақ, соғылғанда не істейді. Ана муляжға басқанда сен тақымың ашық тұрады. Астына қасында қарсыласың аты келіп қаққанда аяғың көбіне сынып кетіп жатады, сондай жарақатқа көпті. Енді осыған арнайы сол серкедей болатындай әлі күнге дейін муляж табылмай жатыр. Бірақ дегенмен Азия чемпионаты, әлем чемпионаты, былтыр өткен көшпелілер ойындарда бәрі де муляж ойнап жатырмыз ғой, командалар. Бірақ дегенмен де әлі орын басылмай жатыр. Керек ұлттық спорт дегенде ең басында енді қазақ күресі тұр. Ол енді даму жағынан да республикалық, облыстық деңгейде, аудандарда да қазақ күресінің жағдайы жаман емес. Бәйгенің жағдайы жаман емес. Тоғызқұмалақта да ойнаушылар көп. Десе барлығы бірдей дамымайтыны енді түсінікті. Сонда да мына өткенде Аударыспақтан облыс чемпионатында барып қалған кезде балалар етіктерін ауыстырып киіп жатыр. Мысалы бір етік кейбір кезде күресіп жүргенде бір куртканы ауыстырып киіп жататын еді балалар. Солай сияқты осындай мәселелерді аудан шеше ме, немесе осы мәселеден қашан құтыламыз, немесе енді басқа мысалы дзюдоға барсаң барлығы өзінің дзюдосымен шығып жатады. Бірақ енді сол кезде республикалық басылымның тілшілері келген күні солар қарап, мына жерде енді идея керемет, бабаларымыздың көріп жатыр. Бірақ сол жерге келгенде бір кішкене әттеген ай болып қалды. Оны енді техникалық жағдай. Енді былай айтамыз да, бірақ әр спортта да өзінің қиындықтары бар, өзінің проблемалары бар. Дзюдо күресінде, қазақ күресінде әр ауданда толық қамтамасыз етілді деп айта алмаймын енді. Енді ол республикалық деңгейде болар, әр жеке спортшының өзінің жеке киімдері, күртешелері. Бірақ ауылдық жерлерде әлі көбіне жетіспей жатады. Мына қазақ күресінде берен деген шықты қазір. Олда да көбіне тамшы. Біздің облыста да қарапайым наурыздарда да көше тойлар өткізгенде де күрткісін таба алмай жатамыз. Жалпы енді бұлай қамтылған ғой, бірақ ондай болып тұрады. Мына енді оңғасына Аударыспақта енді шыны керек қамтылмай жатыр деп айта аламыз. Бірақ
енді арнайы, өйткені бізде арнайы мамандар тек қана осы орталықта ғой, ұлттық спорт мектебі бар. Басқа аудандарда кішкене былай ашылып жатыр, бірақ әлі бір жетілдіретін тұстары көп. Өйткені білесіздер, аты бар, қорасы бар, оны ат болғасын оны күтіп ұстайтын жылқышың бар, жаңағы қора тазалайтын адам бар, сондай көптеген қиындықтар туғызады. Бірақ дегенмен де айтуыңыз орынды. Етік, ер тоқым, саптама етіктер көбіне бізде жетпей қалып жатады. Бір-бірімен ауысып жатады. Өйткені мына қолдан тігеді ол мына етіктерді. Көкпар етіктерін арнайы біздің жақтан бар магазиннен сатып ала қоя алмайсыз ол. Бізде неден жоқ, арнайы ол жаңа оңтүстіктен біздер заказбен алдырып жатады. Сондықтан енді мына жерде әуес қою болып жатыр. Енді нағыз маман шығып жатыр ғой, бірақ дегенмен де енді командалық жүйе ғой. 7 спортшыдан шығып жатыр, 7 салмақтан әр ауданнан. Жетеуінде де бірдей етікпен шықты деп айта алмаймыз, бір-бірін ауыс киіп жатады. Мысалы Бөкейорда содан бірінші рет қатысты биыл. Оларда да аттары да жоқ, етіктері де жоқ, солай келді. Қатысу керек, енді даму керек қой, жаңа дамып жатыр. Мысалы біз 12 ауданда аударыспақ қатты дамып кетті деп айта алмаймыз. 3-4 аудан бар, жақсы жолға қойған. Бірақ көбінде жаңа айтып отырмын, көкпар спортының кейін жаңа бұрында да чемпионаттар өтіп жүргенде де осылай болды. Рекламный пауз сияқты көкпар өтеді, көкпар демалған кезде аударыспақ өткізіп жібереді. Екінші демалысында жамбату, теңгелуін өткізіп жібереді. Солай қазір енді осы соңғы жылдар жеке жаңа аударыспақтың чемпионатын бөлек басқа жерде, басқа қалада өткізеді, жамбатуды кім басқа қалада өткізеді, солай жеке дамытып жатыр. Әр спорт түрінің федерациялар жұмыс жасап жатыр. Енді облыстық деңгейде жаңа келіп жатыр. Осы кезге дейін бізде шыны керек арнайы жамбату, теңделу, аударыспақ федерациялар болған жоқ. Әлі де жоқ. Тек қана мына ұлттық спорт қауымдастық, ұлттық спорт түрлерінен облыстық федерация бар, Ерболат Байбатыров басқарады. Одан кейін бәйге федерациясы жеке шықты. Ол республикада арнайы бөлек шыққан әуестен. Тоғызмалақ. Тоғызмалақ мына ұлттық ат спорт түрлерін айтып тоқталып отырмын. Аударыспақ түрінен осы жақында, осы былтыр ғана осы ашты федерация. Енді болашақта бұлай жоспары бар. Жігіттер, арнайы мамандар жұмыстанып жатыр. Жаңа облыстық спорт басқармасы әр спорт деңгейін жиынбарына бөлек шығарамыз деген. Сондықтан да енді әлі біз даму үстіндеміз осы ұлттық спорт түріне. Енді ат жетпейтін ол өмір бойы келатқан проблема. Енді Бөкейордадан бірінші рет келіп отыр дейсіз. Мысалы көкпарды біраз түрінен Ақжайық ауданы алды. Байқағанымыз ұлттық спортқа ол жақта жақсы көңіл бөлініп жатыр деген сөз. Жекелеген аудандар бар, Шыңғырлауда көкпарға көңіл бөліп жатыр. Мысалы орталықтағы жағдай белгілі ғой, көкпардың да, теңгелудің де. Енді аудандардан Ақжайықты айтып өттік, одан басқа тағы аудандар қалай дамытып жатыр? Мына Шыңғырлауда көкпар жақсы десек, Жәнібекте қандай түр жақсы, Сырымда қай ұлттық спорт түрі жақсы дамып жатыр деген сондай бір анализ бар ма? Осыдан лига біткеннен кейін өзіңіз кішкене саған анализ жасағанда, сонда қай ауданда қай жер жақсы дамып жатыр, қай жер деген сияқты. Айтуыңыз дұрыс. Енді ұлттық спорттың бәрін бір аудан қамтып кету қиын. Енді ол негізінен әр спорттың да, өнердің де өзінің фанаттары болады, өзінің мамандары, сол спорт түрін сүйген, сонымен ауыратын кәдімгі. Сол енді қоғамның қозғаушы күштері деп айтсақ болады ғой. Сондай мамандар бар аудандар. Мысалы көкпардан Шыңғырлау ауданында бар сондай маман. Жуаныш деген. Нұрболат пен Жуаныш. Нұрболаттар болды. Басты қазір Тимешев Жуаныш деген. Сол спорт клубтың директоры, ол қызмет атқарып жатыр кезінде. Ол да сол жігіт мысалы арнайы бар, Қырғызстаннан барып, жақсы қымбат деген аттар сатып алды. Қомақты қарашыға барып алып келді. Арнайы сол жерде Атқорада мамандар ұстап отыр. Жақсы деген облыстағы жаңағы ағайынды Нұрмағанбет, Нармағанбет білесіздер ғой, Азия чемпионы, Қазақстан 6 дүркін чемпионы.
Нұрмағамбет Иманғазыұлын да сол арнайы жұмыс беріп сол Шыңғырлау ауылына тартып алды. Сондай күш салып, көкпарға күш салып жұмыс жасап жатыр да. Сондықтан да ол жер дамып жатыр. Аттарға байланысты жаңа әр нәрсеге де көңіл бөліп айналысса дамиды ғой негізі. Ал сол күш салып жақсы дамып жатыр. Бірақ Шыңғырлауды аударыспақтан дамып жатыр деп айта алмаймын. Өйткені лигаға кеше қатысқан жоқ. Енді бәрін қайындау да ол әр нәрсенің. Сол әр ауданда қай фанат бар, қай спорт түрінен жақсы маман бар, сол спорт түрі дамып жатыр ғой. Мысалы Жәнібекте аударыспақ спорт дамып жатыр деп айта аламыз. Мына лиганың мен бір өзім көзім жеткені, мен Жәнібек ауданында жүргенде осы нені өткіздім ғой, аудандық лига етіп. Жаңа әр суббота сенбі жексенбі сайын шақырып аламыз. Осындай лига 6 ауылдық округтен қатысты. Бір-бірімен жаңа алысып, не істеп жақсы нелер болды да. Бізде шыны керек, қазір инфрақұрылым ұлттық спортқа қиын ғой. Мысалы қыстың күндері аудандарда жаттығатын аударыспақпен ешқайда жаттыға алмайды. Облыс орталығында жалғыз манежіміз бар. Сіз Нұройда істеп тұрмыз. Басқа облыстарда, мысалы Ақтөбе облысында манежі бар. Түркістан, Шымкент қаласында манеждар бар, жабық. Біздің Оралда бар. Қазір бұлай анализ жасап қарасаң, осы 3 облыс қана жақсы нәтиже берді. Чемпионат Қазақстандарда, ел чемпионаттарында оңтүстік Қазақстан, Түркістан облысы, Ақтөбе облысы, Батыс Қазақстан облыстары үздіктер қатарында жүреміз. Өйткені біздерде қыста жасайтын мүмкіндік бар да. Ал мысалы солтүстік Қазақстандарда алты ай қыс мысалы жаттығу жасайтын жерлері көп облыстарда жоқ. Бұл да бізге кішкене жеңілдік болып тұр, мүмкіндік болып тұр ғой енді. Иә. Мысалы бізде сол айтайын деген, сол жылы мысалы мен осы лиганың бастадым, аудандарда өткіздік. Ауданда, әлі округтан келді. Солар апта сайын алысып күресіп келді. Уже деген формаға кіріп алды ғой балдар. Қыстай жатқан жоқ та. Бізде чемпионат Қазақстан мысалы мартта өтеді. Уже әлі қыс тарқамаған, яғни февраль, марттар айларында өтеді. Сонда уже басқа облыстар андайда қыста көп жаттыға алмайды. Біздікілер қыстай жаттығып келді. Осы лиганың нәтижесінен көзіммен көрдім. Барды да бізден 6 бала барды. Батыс Қазақстан 6 бала орын алды. Сон 5 баласы Жәнібектің баласы алды. Чемпионат Қазақстан ересектер арасында, Ақтөбе қаласында. Бір баламыз мастер спорт шеберін орындады. Содан кейін де менде бір қызығушылық туды осы лигаға. Өйткені осындай чемпионат Қазақстандардың алдында өткізсек өте жақсы да. Баланың формаға кіруіне бір жұмада тастап кетпейді, келесі жұмаға уже ынталанып дайындалады. Бостатылып қалса келесіде реваншын алам деген сияқты. Өйткені дома гостях футболдағыдай үйде қонақта деп бір командалар 2 рет кездестіріп жүріп жатыр. Мысалы бір ұтылып қалса, мысалы бір баладан келесінде дайындалып екінші қарымта қайтарам деген сияқты. Сондай мақсатты өткізіп отырық. Сосын көкпардан да көрдік осы. Бір жылы мен келіп, ол кезде Жәнібек ауданында істейіп, бірақ қалаға келіп өткіздім осы. Ауданда өткізіп болғаннан кейін қалаға келіп өткізіп, сосын әр аптаға осы жерде жиналыс өткіздік. Әр ауданға бөліп жатыр, 2 ауданға бір призовой шығарасыңдар. Осы апта мысалы Қаратөбе мен Сырым ауданы бірігіп 200 000 теңгеге жаппай көкпар береді. Келесі аптада мысалы Шыңғырлау мен Бөрлі ауданы береді, Жәнібек пен Жанғалаға бірігіп береді. Солай біріктіріп 12 ауданды біріктірдік. 6 апта бойы шаптырдық жаппай көкпарды. Осы жерде жаңағы суббота күні Асанда. Суббота күні лига ойнаймыз. Екінші күні жаңағы жаппай көкпар. Балдар деген формаға кіріп алды. Сол күні бар, сол жылы чемпионат Қазақстанда өте жақсы өнер көрсетті балдар. Жастар әсіресе. Сондай бір кішкене тиімді жақтарын көріп отырмыз. Енді болашақта ойлап отырық осы лиганы жаңағы не етіп өткізуге. Общий команды беріп жаңағыдай спартакиада түріне кіргізуге. Енді жалпы біз осы жұмыс жобаға кіріп кетсе арнайы қаржы. Енді өзіңіз білесіз ғой, ұлттық спорт, ат спорты өте
қаражат, аттың тасымалы бар. Сондықтан да біз көкпарды да ақшамда өткізіп жатырмыз. Енді толық командалық көкпар режимі есе 12 ат болу керек. Оның 4-еуі алаңда болу керек. Ол 12 атты алып келу үшін КамАЗ керек. Жемшеуін тіркейсін, прицебі болу керек. Онда Жәнібектің өзіне барып келгенде 500-600 мың теңге тек КамАЗға кетіп қалады. Жалдайтын болса деп айттым. Енді аудандар бізде қашық емес қой. Бір оңтүстіктің бір жақсы жері олар. Алыс деген ауылдар 5-6 километр да. Бізде деген жақын деген ауылдарымыз 40-50 километр. Аудандарымыз 100 шақырым ғой. Сол жақтан да ескеріп бригадирге 6 ат сияды ғой. 6 атпен ойнатып жатырмыз. 3-еуі ойнайды, 3-еуі займенде тұрады. Сондай ықшамдап өзіміздің географиялық жағдайымызға қарап солай ықшамда өткіздік. Енді проблемалық спорт түрлері айттық. Енді барлық ауданда бірдей дамымайды деп айттық қой. Құдайға шүкір, дамып жатқан аудандар бар. Облыс орталығында жағдай жаман емес. Одан бөлек енді тек қана ұлттық спорт түрлерін айтып жатқаннан кейін тек қана осы бабалар ізінің аясында шектеліп қалмай, бабалар ізінің алдында жас бала барысы өтті. Ол да бір жақсы жоба. Тек қана осының несіне шектеліп қалмайық дейміз. Бала барысы жалпы ол да 2-ші жыл қатарынан өтіп жатыр ғой. Сол туралы да айтып жіберсеңіз, өткенде ұлттық спорт дегенде қарап отырып, аударыспаққа 2 команда келген екен, оның несі қызық дейді. Одан бөлек енді осы ұлттық спорт дамытамын деп жүрген жаңа аузыңызда Ақжайық туралы айтып кеттіңіз ғой. Бір сол сөз жалғанбай қалды. Енді Ақжайық ауданы жақсы спорт түрлері дамып жатыр. Мойындау керек. Асықтан да олар, садағыңнан да, көкпарыңнан да, аударыспағыңнан да қалмай жатыр. Үлкен аудан ғой енді. Ақжайық ауданы бұрын Тайпақ бар, қосылған. Бірақ жақсы, командалар жақсы дайындалып отыр. Алда көш бастап тұр десек болады. Дәстүрлі садақ ату деген бар. Мысалы, дәстүрлі садақ ату бар, жамбы ату бар. Екеуі де садақ атады. Анау аттың үстіне мынау жайы. Бірақ жамбы атудың тарихы үлкен де, мынадан дәстүрлі садақ ату күні кеше шыққан спорт түрі. Бірақ қарқын дамуы жылдам. Дәстүрлі садақ. Өйткені ерекшелігі де сол ғой. Садағын арқалап келдік. Қазір кеше облыс чемпионаттарына 60 командаға дейін қатысып жатыр. Біздің мына негеде 15 команда қатысты. Мысалы, кеше лигаға әр апта сайын келді. Жамбы ату мысалы, қанша жылдан бері біз осы айналысып жатырмыз. Жамбы ату 2010-дардан басталды ғой, бірақ әлі сол. Ат қиын, тасымал, арнайы ат керек, тізеу шабатын ат керек. Бірақ Қазақстан бізде жақсы нәтиже көрсетіп отыр. Әлемдік деңгейде шауып жүр аттарымыз. Венгрия ғой, негізі ең мықты. Мажарлар дейді ғой, бізден Түркіден шыққан. Олар қазір әлемде мықты сол. Мажар стилі бар, түрк стилі бар, қазақ жамбы стилі бар. Сондай нелерден өтіп, кеш көшпенділерді көрдік. Аттар жақсы дамыған. Енді болашақта федерация ашылып жұмыстанса, жолға қойылса, ұлттық спортты дамиды ғой. Енді деген айны айттық, жамбы ату екен. Жаңа айтып отырық қой. Ұлттық спорт дегенде тек қана осы лиганың шеңберінде қалып қойып жатқан жоқ. Балаларға да, жасөспірімдерге, жастарға да жағдай жасалып жатыр. Негізінен жастар қатысты ғой лигада. Енді балаларға бала барысы өтті. Ол туралы да айтып өтіңіз өткені. Оны да жүргізу керек, біру керек дегендей. Бала барысы енді мен Жәнібек ауданында жұмыста жүргенде, осы қызметте жүргенде бір дзюдодан жарыс өткізген болатынбыз. Ашық қалалық, сонда облыстар келді, спорт интернат келіп қатысты. Сол кезде жаңағы дзюдо күресінен спорт интернат жаттықтырушы Кубаш Баймолда деген ағай бар, Жәнібек ауданы азаматы. Сол кісі келіп әңгімелесіп отырғанын айтты. Енді мен сол кезде менде Жәнібекте бізде жүргенде ең проблема сол интернат болды, интернатқа бала беру. Бала апарамыз. Енді шыны керек, интернатта көп спорт түрлі, ауылдық спорт түрлі осы күрес қалып баратынымыз. Күрес. Жәнібекте ол уақытта бокс болған жоқ, күні кеше ашылды. Біздер осы Жәнібекте кетерден 1 жыл бұрын ашып кеттік. Сол күреске апарамыз, ол экзаменнен өте алмай қалады. Сосын бала жоқ, тағы сұрақ туындайды. Жәнібек ауданы түссе де 1 жылдан кейін қайтып келеді. Жер алыс деген сияқты ата-анасы сағына ма?
Сол мәселені айтқанда сол Баймолда айтты, сен ана ауыр салмақты балдар алып келші. Жаңа сол балдарға оңай дейді да, результат беруде, сосын экзаменде саған көмектесіп жаңағы енді ауыр салмақтарға жүгіру секіру сынақтарынан көмектесіп өткіземіз. Бізге ауыр салмақ балдар керек деп интернатта тапшы деген әңгіме болды. Енді жалпы білесіз ба, біз облыста ауыр салмақта өте аз ғой балдар. Басқа облыстарға қарағанда Қазақстан барысынан да көріп жатырмыз. Сол ойлап отырып, қалай не істеуге болады деп. Сол осы ой келді жаңа. Енді ауылдық округтерден қалай жинаймыз осындай алып денелі балдарды. Сол осындай бала барысын өткізейік деп. Сосын содан іріктеген балдарды спорт интернатқа апарайық деген оймен осын бастап өткізген болатынбыз. Сосын былтыр осы қалаға келгенде Армат Амангелдешке осы ұсынысымды айттым. Қалада өткізейік деген. Ол кісі қол алды. Былай енді жақсы халықтың көңілінен шықты, жақсы жоба болды. Биыл енді Ерасыл Қажыбаевты шақырдық турнирімізге. Ауқымын үлкейтіп жатырмыз. Енді келесі алдағы уақытта жаңағы балдардың да аса ауыр салмақта балаға да арнайы жүлде қойып, мүмкін күрес алмаса да ауыр салмақты ана спортта мысалы орыстарда көбіне мысалы волейбол, футбол, баскетбол ойындарында данныйына қарап алады да баланың бойына, несіне. Сол сияқты данныйына қарап сол алып денелі балдар болса, әр жағында жаңа айтады ғой, 1% талант, 99% жаттығу дейді. Қағида бар спортта. Сондай алып денелі балдар болса, ары қарай жұмыстан мүмкін интернетқа беріп бағын ашайық деген мақсатымыз болды. Сондықтан алып денелі адамдарға, балдарға көп көңіл бөлеміз. Енді келесі жылы салмақты да көбейту керек деп жатырмыз. Қазір 45 келіден жоғары балдар күресші ғой 2 жыл қатарынан. Келесі жылға 60 келіден жоғары ма, 70 келіден жоғары ма балдарға қатыстырайық деген. Облыс спорттың басшысы Бағдәулет Маратұлы да келіп отырғанда осындай ұсыныс айтып қалды. Балдар уақ балдар емес, үлкейтейік деген. Осындай жоспарымыз бар. Жалпы енді қазақ күресі қазір облысымызда жақсы дамып отыр. Кеше ел чемпионаты өтті жоғары деңгейде. Бағдәулет Маратұлы да облыс спорттың басшысы, ол да қазақ күресінен шыққан мысалы. Федерацияда үлкен басшылықта болды. Қазір жан-жақтан қолдау бар қазақша күреске. Енді осы мүмкіндікті пайдаланып дамытып алу керекпіз. Көріп отырмыз енді балаларға осындай жағдай жасады. Келесі жылы кішкене ірілеу балалар келді, биылғыдай емес. Ал келесі жылы бабалар ізімен осы 10 спорт түрі қалады. Кейбір спорт аудандардан енді келмей жатыр, оны біліп те көріп те оларды міндеттейміз бе, әлде мүмкіндік беріліп? Негізі дұрыс айтасыз, кішкене мына көңіл бөлу. Биыл облыс спорттың ұсынысымен жекпе-жек спортын аштық. Оған да 5 команда қатысты, осы қаладағы командалар. Енді негізі аудан әкімдіктеріне рейтингке кіргізу керек деп ойлаймын осы ұлттық спорт түрлерін. Аудан әкімінің рейтингіне, жұмыс рейтингіне баға беретіндей осыны кіргізсек, әр аудан көңіл салады. Айтып отырмын, жоба ретінде кіргізсек пе, енді осы қолдау тапса өте жақсы болатын нәрсе. Арнайы жоба ретінде кіргізіп, арнайы осыған қаражат бөліп. Өйткені біздер былтыр өткіздік, биыл өткіздік. Аудандар да арнайы осы міне биыл бабалар ізімен Спартак не болады, лига болады, соған арнайы қаражат бөлініп тұрған жоқ. Өйткені жылдың басында бекітілмеген. Енді келесі жылға осыларды арнайы бір қаражатын барып келу бекітсе, әр аудан келіп қатысса, мысалы кеше қазақ күресі дейміз, Сырым ауданы күрестің отаны дейміз, небір палуандар шыққан. Сол 2 жыл қатар келді, 2 жыл өткізді, 2 жылда да қазақ күресіне команда қатыспай алды. Айтатын сылтау қаражат жоқ деген сияқты. Енді осыны болашақта жоспарлы түрде жүлде қорын шығарсақ. Мысалы қазір енді БКО спорт қоры дейді бар ғой. Сондай қорлардан ба көмек болса, или ішкі саясаттан арнайы осы ұлттық спорт дамыту уақытында да жоба ретінде қарастырып кіргізсе, мысалы 10 спорт түрінен бір беретіндей етіп әр ауданға
или жаңағы әр ауданға мысалы облыс спорттан ба бір не жасаса, мына бабалар ізімен не салынды, жаңағы спартакиада өтті, общий командный, мысалы кім алды, Ақжайық, Шыңғырлау, жаңағы Бәйтерек алды ма, чемпион командаларға осындай инфрақұрылым спорттық, ұлттық спорт бағытында, мысалы лукадром ба, жаңағы садақ ататын бірдеме салып береміз чемпиондарға. Мына жыл осындай чемпиондарға осындай, мысалы 30 миллион ба қаражат бөлеміз. Наличие емес, сондай қаражат бөледі, соған өздеріне керекті бір спорттық нысан салып алуға. Сондай уақытта да қолдау болса, онда бәсекелестік болады. Сосын енді ынта болады, кішкене бір-біріне деген жаңағы көзқарастар түзеледі ғой, жаңа алдай осы жолы осындайды ұту керекпіз деген сияқты. Сондай және әкімдіктердің рейтингіне кірсе жылда дәстүрлі қылып. Сол уақытта мен ойлаймын, жақсы дамып аудандары түгел 100% қатысуға мүмкіндік болады. Өйткені неге деп міндеттеу деп айтып отырмын. Мысалы, кейбір спорт түріне 5 команда болады. Біреулерінде 2, біреулерінде 3, 12-13 команда қатысқан спорт түрін саусақпен санап аламыз. Оларда мысалы келесі жылы өткізген жағдайда біздер деген жамбату жоқ. Сол өзіміздің көкпарымызбен 9 балағымыздан орнымызды алып алып, рейтингімізді көтеріп қойсақ жарайды, жамбатуға команда жібермесек, әр кетсе 0 ұпай берер деп немқұрайлылық танытады. Егер міндеттеліп ол әкімдіктің рейтингісіне оның кіріп жатса, ол кезде тек қана спортшылар ғана емес, тек қана сол ұлттық спортта айналасында жүрген жанашырлар ғана емес, әкімдіктің өздері де ынталы болады, мүдделі болады оны қолдауға. Сол себепті осындай әңгіме айтып отырмыз. Енді жыл сайын айтылып жатыр, енді олимпиадалық емес спорт түрлері қысқартылды. Олимпиадалық спорт түрі қалды, және ұлттық спорт түрлеріне ерекше көңіл бөліну керек деді. Енді сондықтан осы жерде осы мүмкіндікті пайдаланып, енді табанда үлкен қаражат экономдалмаса да, өзіміздің ұлттық спорт түрімізді дамытып алуға тамаша мүмкіндік осы. Келесі жылға жоспарларын жайлап осы іске аса берсін дейміз. Енді түрлі спорт шаралар бар. Бірнеше ай бойы өткізу осындай лиганы оңай емес. Бір жағдай алдында көкпаршылар енді әр апта сайын шабады ғой. Әр жексенбі сайын өзің көресің ғой, жаңа сәуір айында шапты, мамыр айына дейін. Сол әр апта сайын атын тасымалдауы бар, атын бағуы бар, келіп шауы бар. Сонда шабандоздар айтады, ата-бабаларымыз, бабаларының ізімен жүру қиын екен, оңай емес екен деп, бабалар ізімен деп. Енді ата-бабаларымыз шыны керек, осы аптасына емес, күніге атпен жүріп, осы Оңбай жерімізді осы аттың үстіне қорғап қалды, шыны керек. Осы жылқыға біздер қазақ халқы, әсіресе түркі елдер қарыздарымыз ғой, тек қана шыны керек, ет, сүт деген сияқты өнім ретінде қарап отыр, бірақ дегенмен де жылқының өнері бар. Енді мына көкпар ойынның өзі де тегінен тегін шыққан жоқ қой, жаңа батырлыққа, ептілікке, жаңа жауға шығатын атыңды сынау ғой. Енді мысалы сен ат үркіп қорқып атса, сен жауға барып қалай найзаңды түйрейсің. Мысалы атың деген шылаулап аттың басын жібергенде жауыңа жетіп бару керек қой, түйіп омыраулап түйіп барып найзасы шаншаған кезінде ата-бабаларымыз. Ондай атты енді әр атта да жүрек бола бермейді ғой, оларда да ішінде болады үркектері. Сондайларды таңдау үшін де осы көкпар ойынын әскери бұрын армия сияқты етіп қолданған ғой. Теңгелудің де өзінің тарихы бар, бәйгенің де тарихы бар. Тегінен тегін өткізбеген ғой кезінде ата-бабаларымыз. Осының жылқы жүйрік атты да өлерде аяғымды бір көсіліп, аяғымды көсіліп бір шаба алмадым ау деп өледі дейді ғой. Сондықтан аттың мүмкіндігі көп, бірақ көбіне сол біздер өнерін әлі жетілдіріп шығара алмай жатырық та. Аттың өнері де көп, ақшасы да арзан емес. Арзан емес. Қазір енді шыны керек, шетелдіктер кіріп кетті. Кішкене қаражаты бар адамдар кәсіпкерлікке бет беріп отыр ғой. Ол да бір жағынан дұрыс шығар деп ойлаймыз. Бір жағынан
қарапайым халыққа да тиімді болғаны жақсы да. Енді бабалар ізімен ұлттық спорт лигасы бәйгемен қорытылданды. Тай және құнан бәйгесі болды. Неге құнан бәйге таңдалды, неге тай таңдалды, неге аламанмен аяқталмады дегенде айтып жатқан жұрт бар. Неге құнан мен тай жарысы таңдалды, соған бір айтып өтсеңіз. Енді біздер енді шыны керек алғашқы рет өткізіп жатқасын енді кішкене күмән болды. Өзіңіз білесіз, аламанның жүлде қоры қандай. Тай мен жүлде қоры мен аламанның жүлде қорын салыстыруға келмейді. Сосын енді біздер үкіметте арнайы ондай қаражат бөлінбейді. Қазір уақытта мәселен аламан өткізді, мәселен 5 миллион деп. Енді арнайы Астанада кеше өтті ғой, 120 миллиондық Астана кап деген үлкен турнир өтті. 120 миллион о жалпы жүлде қоры. Ондай жоба ретінде қаралса, болар едік біздер қысылмай қоюға. Енді мына жерде біз өз күшімізге сендік те, өзіміз демеушілер іздедік. Сондықтан да мына пробный қарап жатырық, алғашқы рет осыған дейін өткіздік, бірақ бәйгені биыл бірінші рет өткізіп отырық қой. Сондықтан да тай мен құнаннан бастап қарап жатырмыз. Егер оны өзі біз айтып қойып, жарыс алып, бәріне сауын айтып қойғаннан кейін барып, оның жүлде қоры болады, оның демеушілер болады. Бірақ қазір бізде бәйге федерациясы бар, Сатқали Байзулин білесіз ғой, жақсы жұмыс жасап отыр. Берговач бар, Есенғалиев Берік. Сол азаматтар шыны керек осы тай мен құнанның жүлде қорын жақсы шығарды биыл. Өзіңіз білесіз ғой, құнанға 500 мың тікті. Бұл үлкен жақсы, облыстық деңгейде жақсы призовыйлар. Бірақ біздер осыны ойлаған жоқпыз, мысалы, осындай жүлде қоры болады деп. Бірақ федерацияның жігіттері жұмыстан, кәсіпкерлер тауып, депутаттар, Мұхаммедиев, Мұратбек бауырымыз бар, Мадияр деген жігіт бар. Сол азаматтар, тағы да Саламат Сертеков сияқты азаматтар қол ұшын беріп, демеушілік жасап, осы жақсы қорытындылады ғой. Көрдік бізде кішкене халықтың айызы қанбай қалды. Тай мен құнан әп-сәтте шауып шықты ғой. Бірақ енді болашақта ойлап отырмыз, аламанды да кіргізетін бармыз. Бірақ осы ғой бәрі де сол жүлде қорына байланысты. Жүлде қоры шешіліп тұрса, біздер бар қай дистанцияда өткізуге дайынбыз. Керек болса болашақта ненде қосуға болады. Қазір жақсы дамып жорық спорт түрі. Бірнеше шақырымдық. Оны да кіргізуге болады. Бәрі сол шыны керек қаражатқа байланысты. Мысалы, мына көкпар өтіп жатыр, қанша жатырады аудандар. Бірақ призовой фонд жоқ. Ол да қиын шыны керек. Ат ұстап отқан адам бар, атбегі бар, жеке аттары бар. Олар түсінбейді, мысалы, спорт нені. Жеке ат ұстап отырғандар. Не керек маған, мысалы, бәйгенің призовой жоқ, мәселен, аудан намысына шапсы десе көп шаппайды. Өйткені ол жеке қанша витамині бар, ат қарайтын жемшөбі бар, ат қарайтын адамы бар, қарайтын. Солардың бәрін қаражат бар, сондықтан да жеке адамдар мысалы оны көп түсіне бермейді. Сондықтан да оларға арнайы жүлде керек. Келесі жылы мысалы айтса, осындай жүлде қоры шығарамыз деп жоспар қойып берсе, біздер аламанды да қосуға дайынбыз. Енді шыны керек, барлық спорт түріне көрермен бірдей қызығушылық танытты деп айта алмаймыз. Бірақ біздің облыста, басқа облыс үшін айта алмаймын, бірақ біздің облыста осы Оралдың айналасында бәйгеге деген ықылас ерекше ғой халықтың. Ортаудың маңына мәшін, көлік қоятын орын болмайды. Көлігіңді қойғаннан кейін оны шығара алмай жатамыз тағы да. Адамның көптігінен қазан асылып, палау салынып жатады. Соның барлығы оның бәйгеге деген ықылас, бәйгеге деген көрерменнің көзқарасы. Бірақ енді өзіңіз айтып отырсыз ғой, қаражат. Жалпы бәйге бір шоқтығы биік спорт түрі ғой енді. Бәйгеге ат шапқанда делебесі қозбайтын қазақ жоқ. Бәрі де қызығушылық танытады. Әсіресе енді қай облыста да бар деп айтам. Бірақ біздің облыс ерекше, оның былтыр деген Олимпиад чемпионат Қазақстан өткізді осы Бұртауда. Сонда республикадан, арнайы Алматыдан, басқа облыстардан келген мамандардың бәрі
таңғалыстарын білдірді. Журналистер де таңғалыстарын білдірді, білесіздер. Айтты, басқа облыстарда, басқа жерлерде өткіздік, бірақ тап мынандай Орал сияқты халық жиналған көрмеппіз деп. Тек қана жаңа Көкбастау нелерді, үлкен бәйгелер, соларда жиналады. Алматыда, Астанада, басқа облыстарда мынандай көп халық көрген жоқ едік деп. Халықтың сусап отырады ғой, шыны керек. Әлде біздің облыста, облыс орталығында бәйге аз өткесін бе? Жалпы не өтсе де, осы бәйге күнде өтсе де күнде келеді. Дегенмен қалалық қазақтар дегенмен даладан шыққан ғой бәрі. Даланың шабысын, даланың жәрмеңкесін, Көкмайсан аңсап тұрады. Сондықтан да деп ойлаймын енді. Жалпы бәйгеге өте қызығушылық үлкен халықта. Ат жарыс болып жатыр десе, еңбектеген баладан еңкейген шалға дейін бәрі барады ғой, шыны керек. Сондықтан да ярмарка болады. Ана жерде жақсы. Кешегі өткен жарысты өте жақсы өзіміз көрдік қой. Халық қандай демалып жатыр, мысалы. Ана жерде жаңа малдастарын ұрып қойып, кебаптан жаңа неден палау жеп, жақсы отбасылық демалыстар болып жатыр. Деркөл кентінде де өткіздік бір күні. Онда да жақсы. Халық көп болды. Мысалы, оған дейін Көкбарнені өткізіп келдік, халық жиналмады. Бәйге деп едік, бүкіл халық жетіп келді. Облыстың өзінің халқының да сұранысы сол бәйге болып тұр ғой енді. Біз ананы дамытқызып келеді, мынаны дамытқызып келеді, оның барлығы дамып жатыр. Белгілі бір дәрежеде жағдай жасалып жатыр. Енді садақ атаушыларға енді садақтарын алынып жатыр. Жан бататындарға енді табандай мықты болмаса да облыс орталығында бар. Теңгелем деген көрермен аз. Көрермен аз, иә. Теңгелем десеңіз көшпенділер ойын жеңімпаз. Ол біздің облыста жалғыз бар, өзі алтын алып келді. Енді болашақта аламанды қосамыз деп жатсыз. Оған сәттілік тілейміз. Қосуға болады енді, оны федерациямен әлі ақылдасамыз. Әрине. Бірақ жалпы енді жетілдіру керекпіз ғой. Жаңа айттық қой, біздер алғашқы өткізіп жатқасын кішкене күмән болды. Жаңа призовой қалай болады деген сияқты. Сол уақытта да жайлап бастадық. Не болса да төменнен бастаған жақсы ғой, жоғары қарай. Жоғарыдан төмен қалаған жаман дейді ғой. Есесіне біз жас шабандоздардың тақымын тексеріп алдық. Енді ертең Қазақстан чемпионаты болады деді. Сатқали ағамен не алған кезде, сұхбат алған кезде өзі де айтты. Құнан мен тайда ауысқанымыз жаңа балалардың тақымын тексеріп алдық біріншіден. Екіншіден, құнанды өткізген кезде болашақта алдағы Қазақстан чемпионатына осындағы көзге түскен құнандар баруы мүмкін деді. Ол да бір жағынан нәтиже. Бір жағынан біз шабандоздар қазір жақсы шауып жатыр. Чемпионат Қазақстандардан мысалы жақсы Саян деген шабандозымыз бар. Ақылбек Шановтың баласы бар, өзіңіз Миразат. Жақсы шабандоздар мектебі жақсы не істеп отыр ғой. Дамып отыр. Мысалы басқа облыстардан қарағанда бәрі бізге үлгі алады. Ақылбек Шановтың өзі шабандоздар классын ашты. Арнайы жаңағы спорт шебері үміткер деген қағаздар алып, төреші деген қағазға жақсы жұмыс жасап жатыр енді, шыны керек. Бірақ енді алла болса тұлпарларды да сұрыптап жақсы шығарса. Қазір мына биылғы ненің де жаңа тай құнан қойғанымызда себебі қолтумалар шапты да. Жерде осы Қазақстанда туылған қолтума. Оны да бір көптеген қолға алды да, бірақ кішкене алып кете алмай жатыр да осы қолтуманы дамытуды. Бірақ енді осы жаңа лиганың бір жақсы себебі болды оларға. Енді келесі жылы осы қолтума обязательно паспортпен шабу керек деп қойса, осы жалпы жаңағы документ құжатын дайындауға да жұмыстанатын болады ғой. Осы жарысқа қатысу үшін арнайы документ жасату керек болады. Ол қанын тапсырады, әкесін, шешесін. Мысалы Ресейде мысалы ипподромдарында көптеген жарыстар болады. Олар сияқты біздер сияқты аламан деп бүкіл тұқым бір шаптырмайды. Арабтар бөлек шауады. Полукруг, жартылай қандылар бөлек шығады, ағылшындардың бөлек жарысы болады. Сосын рожденный в России дейді, Ресейде туған аттар бөлек забег жасайды. Рожденный в Ростове дейді, өзінің мысалы Краснодаре дейді, өзінің облысында туған қолтумаларға бөлек жарыс өткізеді. Солай сұрыптап өткізеді олар. Біздер аламаймен бір шаптырып тұрсақ, олар шағын-шағыннан 10 шақты дистанция шаптырып тастайды. Жорғалары бөлек шығады, рисактардан, качалкада. Сол уақытта да біздің жігіттер федерацияның жұмыстанып отыр ғой. Оралда туған қолтумалар болашақта бөлек шаптырғысы келеді. Қазақстанда туған қолтумаларға бөлек бәйге ұйымдастырып сондай. Мына жайып жүруінде Сәтбаев Жанғабыл деген жігіт білесіз ғой.
өзінің қазақ типті жылқыларына арнайы паспорт жасатып соларға бәйге беріп миллиондап жаңағы бәйге тігіп соларды арнайы соларды шаптырып жатыр. Сондай бағытта да жігіттер жұмыстанып отыр жалпы. Жалпы шыны керек әттеген-ай бар лиганың несін жасырамыз. Ол тек қана ұйымдастырушыларға байланысты емес, тек қана спортшыларға байланысты емес. Ол жерде біреуіне ат жетпейді, біреуіне инфрақұрылым жетпейді, енді біреуіне тағы бір керекті спортты жабдықтар жетпей жатыр. Сол себепті де келмей жатыр деп айтады. Десе де бұл болашақта менің ойымша ұлттық спорттың дамуына, ұлттық спорт кенже қалып жатқан ауылдардағы ұлттық спорттың дамуына өзіндік серпін береді деген сенімдімін. Сондықтан келгеніңізге көптен көп рахмет. Өйткені тек қана ұлттық спортты айтқаннан кейін, тек қана бабалар ізін қорытындылағаннан кейін осылай бір қысқа қайырып жатырмыз. Болашақта енді бабалар ізі тек облыстық деңгейде емес, республикалық деңгейге жеткізгенін қалаймыз. Өйткені соған жұмыстану керек бізге. Оған енді ана жақтан басқа облыстардан келе ме, ең болмағанда аймақтық болғаса да. Жалпы біздер мына ойладық қой, мысалы өзің футзалды білесің ғой, қалай дамып жатыр. Қазір 60 жылдан жылға биыл 70 команда қатысты. Былтыр 60 шақты. Ең басында 10 команда, 15 команда, 20 командамен бастады. Қазір ауылдық округтер жаңағы. Ол бір жағынан да ойлаймын да, мысалы мен Жәнібек ауданында болғанда Күйгенкөл ауыл дейді, Ағоба ауылынан ауылдық округтерде көп командалар қатысты. Оларды ешкім мысалы аудандық спорт бөлімі олардың бәрін қаржыландыруға мүмкіндіктері жоқ. Дегенмен солар ауыл болып, жыл болып, қожалықтар болып, ақша жинап, ана взносын білесіз ғой, 400-450 мың теңге взносын жинап берді. Әр апта сайын баруға жолына бензин дейді, жанар жағармай. Одан барып басқа легионерлер ойнатады, оның жолы бар, оның еңбегі бар. Соның бәрін жинады. Мысалы ауыл. Бір жағынан осы спорт түрі ойлаймын ауылдың ауыз бірлігін оятатын шара. Өйткені мұндай шаралар керек. Өйткені ауылдық жерде білеміз ғой, ат жарысы өтетін болса, ауыл жинайды, халық жинайды. Басқа да шаралар болса, мысалы көпшілік шаралар, концерт келетін болса да, жаңа тасаттық садақасын берсе, ауыл жинайды ғой. Ол да ауылдың бір ауызбіршілігіне, бір-біріне деген жаңағы қарым-қатынасы үлкен әсері бар нәрсе, үлгі болатын нәрсе. Сондай жағдайға негізі ойладық қой, ұлттық спорт сондай жетсе деп. Бірақ кішкене алып кете алмай тұр шыны керек. Көкпардан мысалы өткізіп жатыр неше жыл. Шықпай жатыр. Бірінші лига, жоғарғы лига, первый лига деп ауылдардан келсе, жаңа бірінші лига деп бөліп тастағымыз келеді. Бірақ әлі қозғалып кете алмай жатыр. Кішкене қызығушылықтар аз. Просто жаңа 3-4 жігіт бар әр ауылда. Мысалы Ақжайық ауданы Ілбішін деген ауылында Сұңғатыр Салиев деген жігіт бар. Ол ұмтылады, бірақ жаңағыдай қолдаушылар бір-екі қолдайды да, ары қарай бір фанатизммен беріліп жаңа футболдағы сияқты қолдап кете алмай тұр. Бірақ сол болашақта осылай жайлап көште жүреді, қозғай берсе. Мысалы Қырғызстанның көкпарында біздер бәйге дейміз, Қырғызстанда көкпарға ақша төлеп кіреді. Мысалы 10-15 мың, 20 мың халыққа дейін финалдық ойындарын тамашалайды, президентіне дейін келіп қарайды. Ынтымақ дейді, Талас аудан, неге деген достық командасы бар, Ош облысынан финалға шығатындар, Сарыөзен командасы бар. Олардың бәрін мысалы үкіметтен қаржыландырмайды. Осы фанаттар, футболдағы сияқты фанаттар ақша жинап береді оларға. Жаңа жолына. Сол сияқты болашақта спорт түрлері сондай халықтық сипатқа, бұқаралық сипатқа ие болып кетсе, онда дамимыз деп ойлаймын. Енді футболдың дамуына футболда тек бір газель мен бір команда алып бересің. Енді көкпарға команда алып келу үшін жоқ дегенде екі газель. Сол жігіттер бастайды басында. Бір-екі жарысқа әдемі келеді. 3-4 жарыстан кейін олар шаршайды. Енді шыны керек қой, енді қаражатты өзі шығара береді, онда бала шағасы бар. Сосын қойшы тауық айтады. Сөйтіп кішкене алып кете алмай жатыр енді. Болашақта енді үкіметте жалпы қолдау бар. Әр аудан әкімдігі ашып отыр қазір, шыны керек. Ұлттық ат спортына келетін болсақ, аудандар мысалы Казталовка ауданы, Сырым ауданы, барлық ауданда, Қаратөбе ауданы, Шыңғырлау ауданы, Тасқала ауданында, тек қана осы Бәйтерек ауданында жоқ.
теректі ауданда жай атып қалғандарына үкіметтен ақша бөліп отыр, тендер ойнатып отыр. Бірақ анан ал дейді, өзіңнен тубай ол болмас, сатып алмай құл болмас дей ме? Оны ұтып алған адам қандай адам болу керек? Ол атқа жақын адам ба? Біреу бұл пайда табам деп ұтып алады, сосын ол шығарғысы келмейді, ат бермейді. Солай дамымай. Ал мысалы кейбіреулер болады, өзі атқа қызығады, жаңа тендерін ұтады, оның үстіне өзінің қалтасынан қаражатын салтып дамытып отқан аудандар бар. Бірақ көп аудандарда негізі үкіметтен қолдау білдіріп, әр ауданнан ашты. Ең бірінші біздер Жәнібек ауданында ашқанбыз кезінде. Біздер Жәнібек ауданының бір ерекшелігі не етіп аштық, баланс қалдық. Қора, ат қорада баланста, атта баланста, өзің білесің де, өзің жаттықтырушың бар, өзің дайындайсың. Олар жылда біреу, екінші жыл басқа бір өтіп алады тендерді. Сосын олмен ол ат сынып кеткенше бір жыл өтіп кетеді. Сондай кішкене не бар, сол федерация негізі аралап аудандар осы мәселелер көтеру керек. Неге дамымай жатыр? Қандай, не үшін осы берілген қаражат игеріліп жатыр ма? Қандай деңгейде игеріліп жатыр? Осымен айналысуға негізі дұрыс болады деп ойлаймын, аудандар бойынша. Енді алмақтың да бермектің де алмағы бар дейді, салмағы бар дейді ғой. Соның бөлінген қаражаттар қандай мақсат жұмсалып жатыр, осы уақытта да тексеріс болса жақсы болар еді аудандар бойынша. Мысалы біздер мысалы Жәнібек ауданында ат қора салып берді, мысалы Дәулет Серік деген ағамыз 10 миллион теңге өзі қаражатынан. Қазір жақсы үкіметтің балансын өткізіп берді, жақсы жұмыс жасап жатыр. Неге сол осыны сараптама жасау керек болашақта. Арендаға жалға алған дұрыс па аттарды? Әлде үкіметтің балансын алған дұрыс па? Осы уақытта да негізі болашақта федерация ашамыз деп көкпардың. Көкпар федерация осындай жұмыстармен айналысса, жалпы бізге қазір результатқа емес, енді оңтүстікке жете алмаймыз. Жалпы бізге қазір бұқаралық сипатқа, аудиторияны көбейту жағына жұмыстану керекпіз. Әр ауданда ашылып, әр ауылда ашылса, енді көптің ішінен шығады ғой таланттар. Өткенде Бақдәулет Маратұлының өзі де сұхбатқа келгенде айтты, көкпардан биыл ересектер командасы Қазақстан чемпионатына бармайды. Біздер енді бар күшті мына жастар мен жасөспірімдердің көкпарына салатын боламыз. Содан кейін сол жігіттер дайындағаннан кейін болашақта мүмкін көкпарға ересектер командасын жіберетін боламыз деді. Енді біздің ат спорт түрлері, ұлттық спортымыз аттың үстінде өскен адам қазақпыз деп айтқанмен, енді оның дамымай қалуына тек қана өзіміздің ынтасыздығымыз емес, қаражаттың да аздығы, кейбір өзіңіз айтып отқан кейбір жанашыр фанаттардың да жетіспейтіні әсер етіп отыр. Енді бұқаралық сипатқа ие болатын болса, мен ойлаймын, енді болашақта мына бабалар ізі өзінің нәтижесін береді деп. Мысалы, арқан тартыс қазіргі таңда Көктеректен кейін қаншама ауылдар арқан тартысқа мән беріп. Негізі солай әр аудан, әр ауыл бір спортқа көңіл бөлу керек қой. Мысалы, 10 спортты 10-ны жабыссаң нәтиже болады деп ойламаймын. Әр спорт, әр аудан, әр ауыл бір спортқа бейімделсе, онда жақсы дамиды деп ойлаймын. Тағы да рахмет келгеніңізге. Қысқадан қайырдық. Осы енді болашақта тек қана ұлттық спорттың емес, жалпы бұқаралық спорттың, басқа да спорт түрлерінің дамуына өз үлесімізді қосып, осы енді жаңа бабалар ізімен сіздің бастамаңыз болғанмен көпшілікпен біткенсіз. Әрине ол. Демеушілер бар, басқарма бар, әкімдік бар. Әр ауданның әкімдіктері де өздерінше қолдап жатыр. Сондықтан болашақта осы тізіліп өткеннің барлығының сөзі мен ісі бір жерден шығып, ұлттық спортымыз өз биігінде, қазіргі биігінен де биіктей берсін дегіміз келеді. Рахмет. Мен де рахмет айтып кеттім. Облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасына Бақдәулет Маратұлына және қалалық спорт бөлім басшысы Армат Амангелдіұлына, осы ұлттық спорт, жалпы бар қай спортты да ол кісілер қолдап жатыр, қолға алып дамытып жатыр ғой. Осындай азаматтар қолдап отырса, енді болашағы жарқын деп ойлаймыз. Бабалар ізімен болсын, басқа да спорт түрлерінің барлық жобалар іске аса береді деп ойлаймыз. Рахмет баршаңызға.